Сәлем достар, бүгін мен сіздерге түрікше тафте дайындауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге картопты алдын ала қайнатып алу қажет. Мен бұл жерде 5 картоп алдым. Картопты жақсылап жұмсарғанша қайнатып, қабығын аршып, үстіне дәміне қарай 1 шай қасық тұз және де 30-40 миллиграмм сүт қосып, жақсылап пюре қылып езіп аламыз. Пюреміз өте түйіршік болмау керек. Жақсылап араластырып алсаңыздар, осылай менікіне ұқсаған нәзік, жұмсақ пюре дайын болады. Ендігі басты бөлігі біздің етіміз. Етті жақсылап ет өткізгіштен өткізіп аламыз. Және де үстіне пиязды майдалап турап саламыз. Достар, сіздер егер ет өткізгіштен, яғни ет тартқыштан өткізіп қоссаңыздар да болады, бірақ оның основной су шығып кетеді. Мен сол себепті пиязды майдалап қолмен турап алдым. Және де 150 грамм 40 қабатты да жұқалап, барынша турап майдалап қосамыз. Капуста мен пияз қосатын себебіміз, еттің өзінен ғана біз котлет жасайтын болсақ, біздің етіміз қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті пияз және капуста қосатын болсақ, біздің етіміз жұмсақ болып пісетін болады. Осы қоспаларды қосып алдық және дәмін келтіретін бізде чеснок. Осы чеснокты екеуін чеснок өткізгіштен өткізіп аламыз. Және де үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, 2 жұмыртқаны шағып, жақсылап араластырып, бір-біріне сіңдіріп аламыз. Достар, егер сіздер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк бассаңыздар да болады. Сіздерге ол көп уақыт алмайды, маған алайда үлкен шабыт сыйлайды. Және де үстіне 30-40 миллиграмм ақ май, яғни сұйық май құямыз. Сонан соң котлетімізді жасауға кірісеміз. Мен бұл жерде шыны тапа алдым. Сіздер үйде бар тапаларыңыз, егер шыны тапаларыңыз осылай болмаса, әсел пештің тапасын үстіне фольга төсеп жасаған дұрыс. Котлеттерімізді ірі-ірі қылып осылай жасап аламыз, бірақ арасын шамалы 2-3 сантиметр алшақта орналастырып аламыз. Мінекей котлеттерімізді жасап алдық. Енді сумен үстінен жайлап қана екінші котлетке жай дайындаймыз. Шұңғырлау қылып, ортасын ғана ашамыз. Екі жаны сай болып қалу қажет. Және үстіне алдын ала дайындап қойған пюремізден котлет жасап үстіне дайындайтын, үстіне дәл осы үлгіде саламыз. Бірақ оның көлемі аздап еттен кіші болу қажет. Және де алдын ала мен сырды үккіштен өткізіп дайындап қойдым. Бар жоғы 300 грамм сыр кетеді. Оны да үстіне аздап қана сеуіп шығамыз тұзымызды. Және де достар, егер сіздерде қызанақ бар болатын болса, қызанақтан қолдансаңыздар болады. Мен бұл жерде томатный паста алдын ала қыс мезгілі болғандықтан қызанақ табыла бермейді. Сол себепті мен үйде барымды қолдандым. Қызанақты алдын ала мен томатный паста жасап қойғанмын, қысқа әзірлік жасап. Сол пастадан 2 ас қасық және үстіне 250 грамм су араластырып, жарты шай қасық тұз араластырып, жақсылап қозғап, жасап қойған дайын, сәлкем дайын тамағымыздың үстіне қасықпен әдемілеп құйып, равномерно, яғни бір келкі қылып, барлығын үстіне құйып шығамыз. Және де бетін фольгамен орап, 220 градуста 1 сағатта пісіріп аламыз. Әсел пешке салып. Және де достар, осы тамаққа қажетті ең бастысы салат. Біз салатқа кірісеміз. Мен свежий салатты дұрыс көремін, қайнағаннан көрі тірідей. Яғни мен сәбіз, қызылша және 40 қабақ, яғни капустан алдым. Осылардың барлығын бір келкі өткіштен, яғни сәбіз өткізгіштен өткізіп аламын. Капустаны да майдалап, жұқалап, соломка ретінде кесіп аламын, бірақ арасындағы өзекшелерін алып тастаған дұрыс.
себебі ол жегенде тісімізге қатты батуы мүмкін. Және де дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып, дайын болған тамағымыздың жанына қосып жеуге болады. Бұда достар, біз білеміз, осылардың қызанақ, қызылша деген қырыққабаттың барлығында өзіне тән витаминдер бар. Яғни адам ағзасына өте пайдалы. Күнделікті тамаққа аз-аздан бір желінетін қылып осылай свежий қылып жасап жесеңіздер болады. Қыс кезінде бұл таптырмас витамин. Дәрі-дәрмектен гөрі тірідей нәрсе жеген жақсы. Достар, осылай жасап көрсеңіздер болады. Достарыңызбен бөлісуге де болады. Бірақ сіздерден өтініш, комментарий жазып, лайк басып, өз ойларыңызды білдіруге болады.